Казақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, құрметті достар, назарларыңызда футзалдан Қазақстан чемпионатта кезекті ойын күні. Дәл қазір Атырау өз алаңында оралдық бәйтеректі қабылдайтын болады. Бұл ойында комментатор қызмет атқаратын мен Абылайхан Балмағанбет. Олай болса, дәл қазір аздаған уақыттан кейін ойынымызды бастайтын боламыз. Бүгін қос команданың алғашқы минуттардан өнер көрсететін қақпашылары. Атырау қақпасында 22-ші нөмірде Антон. Және гол алаң иелері есеп ашты. Бұл голды соққан бәйтерек есеп ашты. Кешірім сұраймын. Антон Колесов. Бұл жерде капитан көп қателік жіберуде. Қазір доптан көбірек айырылып қалып жүрген байқап тұрмыз. Ал Вужанский бұл жолы және екінші гол бәйтерек осы бір күтпеген жерден Атырау қақпасына екінші голды соғып кетті. Қазір оралдық жігіттер өте керемет бастады алғашқы таймды. Көбірек елеуге тырысуда. Ал мына бір сәтте алыста бақталған соққы, керемет пас және есеп ашылды. Бұл голды соққан Рамазан Бейсенбайұлы өз кезегінде сол жақ қапталдан әріптестері тамаша пас берді. Пас берген капитан Талап Есенязов болу керек, шатаспасам. Әлде Алисын ба? Қазір бейне қайтылаудан Сауран Сағытжановтың паркетте шыққан көріп отырмыз. Алисын керемет соққы. Бұл жерде Вужанский тамаша сейв жасады, Антонио. Джонатан доппен соңғы уақыттарда Джонатан керемет шабуылдар жасап, және гол, капитан гол соқты. Талап Есенязов таблодағы есепті бірінші кезеңде теңестірді. 2-2 алды. Вужанский Талаптың бірден қақпаға соққы бағыттайтын деген болса керек. Салмасы көзіндегі бір-бірін сезе білулері жақсы. Кручинин және гол! Есеп 3-2 гол соққан Олег Кручинин. Вужанский жағдайы қиын қазір. Бәйтеректің шабуылы Негуэба. Ал бәйтерек тезірек есеп теңестірсек дейді. Негуэбаның соққысы, біраққа қазір Қарамаржан қақпаға гол соға алмағанына қапалы мәселені талқыладық деген инсайт айтқан болатын. Сонымен қатар Түркістан облысында да топқа ел кете алар емес. Қазір Алисын өте керемет сұтылып шыққан еді. Бұл жерде қақпа бағанға тиіп кері қайтқан секілді. Және қақпа маңында Ильяс Бөлекбаев болдау деп жоқ, кешін бұға тырысып көріңдер деп айтқан болатын. Қазір нүктеде Негуэба және гол. Стандарттан гол соққан Фелипе Морено Негуэба. Ал Антон Селезнев бұл соққының барын салуда. Талаптың алыстан бағытталған соққысы. Дальтон бұл жерде тамаша сейв жасады. Осылайша тартысқа толы ойын 3-3 есебімен тең аяқталды. Батыстық дербиде бүгін кімнің мықты екенін 40 минут бойы алаңда анықтай алмадық. Қорытынды есеп 3-3. Ертең қос команда қайта кездесетін болады. Бүгінгі ойында
Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.